Байқайсыздар ма? Намазхан жігіттердің өзінде де әңгімелесе отырасыз қой, бүйтеді. Кезінде арақ ішіп жүрген кездеше, мә деп анау, мә баяғыдан анау деп бар ғой. Баяғыларын айтып отыратындар көргенсіздер ма? Рас көп та, бұрынғы күнәларын айтып отыра береді. Соны исламда айтады. Bir күнәні істеуден көрі бар ғой, оны кейін жария қылып жаю бар ғой, үлкенірек күнә болады. Мен айтам да, жігіттер, осы нәрсені шынымен жайлап айта берейік. Күнәңізді ашпаңыз. Ол Алла тағала екеуіңіздің араңызда сыр ғой. Мүмкін Алла тағала оны саған кешіріп жіберген шығар. А сен оны көпшіліктің алдында ашып жібердің да. Болды, ол енді секрет емес. Өйткені сен өзіңнің айыбыңды, Алла тағала жасырып қойған айыбыңды өзің ашып жатсың да. Мен баяғыда ішкем, мен баяғыда қуғам, сенің кім екеніңді үзіп. Мысалы, кейбір кезде бір жігіттер бүйтеді, бір қызығы бар ғой. Кеше памдат намазына ұйықтап қалдым. Сөйттім де кейін түсте оқып ала салдым. Қара, намазды қаза қылу күнә ма? Ол сенмен Алла тағала ғана білетін еді ғой оны. Екеуің араңдағы сыр еді ғой. А сен оны көпшілікке жай жібердің да. Мүмкін Алла тағала бір рахымы түсіп сені кешіріп жіберер еді. Жасырып та. Сен оны өзіңнің айыбыңды көпшілікке ашып жібердің да. Соны айтады. Алла тағала тәубе еттің ба? Баяғы бізде де осыдан қалып кеткен. Көп кісілер өзі жаңағы намаз оқыған жігіттерге көбінесе естігенсіздер ма? Кеше кім едің? Ары күні кім едің деп ше? Тарихын ашып отырады да, біреудің артын ашып отырады да. Пайғамбар салсам да 40-тан кейін пайғамбар болды. 40-та келді пайғамбар. Туылғаннан пайғамбар болған жоқ қой. Қарасаңызшы, сіз тәубе еттіңіз ба? Мүмкін Алла тағала сіздің ол күнәларыңызды жоқ қылып жіберген шығар. Алла тағала жоқ қылса да, оған Аллаға қиын емес ол. Бізді кешіруі, біздің үлкен, қара сен үлкен күнәң қанша тонна болса да ше, Алланың мейірімі одан да көп. Бірақ біз соны өзіміз ашамыз да. Мысалы қараңыз, жаңадан екі адам кездеседі ғой, сен қарап отырасың. Бір жақсы адам сияқты көрініп отырады. Қандай адам екен деген сияқты отырасың ғой. Бір кезде ол айта бастайды. Мен баяғыда алкаш болғам, мен баяғыда арақ ішкем, мен қуғам, мен көрмеген бәлем қалмаған деп отырады ғой. Сонда айтасың, мынау сорлы біреу екен ғой. Біткен біреу екен ғой. Болды, өзіңнің құрметіңді өзің жоғалта бересің да. Түсіндіре алдың ба негізі тақырыпты? Өзіміздің айыбымызды өзіміз ашпайық. Қателік істейсің. Сен бұрын істегенсің, енді істемеймін деп отырсың ба намаз оқығаннан кейін? Бүгін де істейсің, ертең де істейсің. Өйткені сен періште емессің сен. Адамсың ба? Сен күнә істеу үшін жаралғансың. Бірақ күнә істеп қойып бүйтіп, жетісіп отыру үшін емес. Істеу үшін дегенге маған күнә істеу міндет екен деп түсініп қалмаңыз. Сіз бәрібір істейсіз деп жатырмын да. Онсыз тұра алмайсың. Бірақ бізге Алла тағаланың үлкен берген рахымы, мүмкіншілігі, сен тәубе ете аласың. Сенде осындай мүмкіндік бар. Сахабалар да күнә істеген. Рас қой? Пайғамбарларды Алла тағала күнәдан сақтап қойған. Сахабалардың өзі күнә істеген. Мысалы, Омар радиаллаху анхудың ана мешітке кіріп тұрып біреуді оқ құлататыны бар. Білесіздер ғой тарихта ана әйелдер жақта бір еркек намаз оқып тұрған кезінде барып сөзге келмей ұрады. Сонда анау тұрады да, әйелдер қызғанғанда енді Омар радиаллаху анху. Анау тұрады да, Омар, егер сен осы тірлігіңмен маған бір нәрсе үйреткің келсе, сен еш нәрсе түсіндірмедің маған дейді. Бірақ қияметте мен сенен ақымды алам деген кезде Омардың түрі бұт-шыт болып кеткен, бұзылып кетеді да. Кейін кешке қарай келіп түнгі намазға келсе, Омардың түрі қашып кеткен. Таң намазына келген кезінде ше, Омарды танымай қалды дейді. Көздері отырып қалған, кәдімгі қан жоқ бетінде дейді да. Қарасақ қорқу қалай. Біз кейбір кезде біреулер сенен ертең қияметте алам ақымды десе ше, бәрекейсің. Қаяқты алсаң ояқтан ал, маған да надо будет дей саламыз ғой. Біз қорқпаймыз біз. Бірақ Омар қорқады. Радиаллаху анху. Сосын айтады. Анау көреді Омарды, жаны ашып кетеді. Омар, саған не болған сен? Мен сені кешірдім Алла разылығы үшін деген кезінде. Сол кезде Омар езуін тартып бір жымиды дейді. Солай да бұл жігіттер. Айыптарымызды ашпайық.
Ол Алла мен екеуің араңдағы сыр ғой. Алладан кешірім сұрай бер. Алла Тағала кешіріп жіберсе бар ғой, сенің ол айыбыңды Алла Тағала қияметте де ешкімге көрсетпей қоя салады.